3 қыркүйекте Кетбұға Иордан өзенінен батысқа қарай бұрылып, Эздрайэлон жазығына көтерілді. Ал Кутуз болса Айн Жалутта тұрақтады. Онда жазық солтүстіктегі Галилей төбелерімен, ал оңтүстіктен Гильбоа тауының тік беткейімен қорғалған еді. Кутуз мәмлүк атты жасақтарын жақын маңдағы төбелерге жасырып, бейбарысқа ешқашан жеңіліс таппаған жауға қарсы шығуды бұйырды. Кетбұғаның әскері Айн Жалутқа жақындағанда бейбарыс тез арада олармен қақтығысқа түсті. Кутуздың жоспарлағанындай Кетбұға мәмлүктерді көргенде әскерінің бүкіл күші солар деп қабылдап шабуылға бұйрық берді және өзі шабуылды бастады. Күштер соқтығысып, қарсыластар бір-бірін сынап жатқандай көрінді. Содан кейін бейбарыс шегінуге бұйрық берді. Монғолдар сенімді түрде қуып жүріп, жеңіс олардың қолында екендігіне көздері жеткендей еді. Өзен маңайына жеткенде бейбарыс әскеріне бұрылып, жауға қарсы тұруды бұйрық берді. Сол кезде ғана монғолдар өздерінің алданып қалғанын түсінді. Бейбарыс қайтадан монғолдармен шайқасқа түскенде, Кутуз резервтік кавалерияға төбелерден шығып, монғолдардың оң және сол қанаттарына шабуыл жасауды бұйырды. Кетбұға мәмлүктердің сол қанатын шабуылдауға бұйрық берді. Мәмлүктер қанша қарсылық көрсетсе де, монғолдардың қысымына шыдамай, күштері әлсірей бастады. Сол кезде мәмлүк әскері жеңіліске ұшырап жатқанда, Кутуз ұрыстың ең қызу жеріне аттанды да, барлық әскер оны танысын деп, тұлғасын ашық көрсету үшін дулығасын жерге лақтырды. «Уа мұсылмандар!» деп 3 рет айқайлады ол. Сол сәтте қорқынышқа түскен мәмлүк әскерлері бірігіп, сол қаптал қайтадан жандана түсті. Қатар нығайғаннан соң Кутуз монғолдарды артқа шегіндіретін қарсы шабуылды бастады. Мәмлүктердің қысымына қарамастан Кетбұға да берілмеді. Сол қапталда мәмлүктердің жанданғанын көріп тұрған Кетбұға өзі де әскерлерін жандандыру мақсатында соғыстың додасына кірді. Бірақ оның атына оқ тиіп, ол жерге құлады. Жақын жердегі мәмлүктер оны тұтқындап, Кутузға әкеліп берді. Ал Кутуз Кетбұған оянды, ойланбастан басын шапты. Басшыларының тұтқынға алынып, басы шабылғанын көрген монғолдар жан-жаққа қарай қаша бастады. Өз басшысынан айырылған монғолдар 12 шақырым жердегі Бейсан қаласына дейін шегінді. Аман қалғандары шығысқа қарай Евфрат өзенінің ар жағына қарай қашып кетті. Бірнеше күннен кейін жеңімпаз Кутуз Дамаскке жеңіспен оралды. Ал мәмлүктер Алеппо мен Сирияның басқа ірі қалаларын босату үшін әрі қарай жылжыды. Осылайша, мәмлүктер монғолдардың батысқа қарай жылжуын тоқтатып қойған жоқ. Сонымен қатар, монғолдардың жеңілмес екендігі туралы аңызды жоққа шығарды. Монғолдардың өзіне деген сенімі бұрынғыдай болмады. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.